Қайырлы күн. Бүгінгі біздің оқырмандарымызға Қостанай облысы атты кітабын ұсынып отырмын. Бұл кітапта Қостанай облысы тарихындағы маңызды оқиғалар мен өңірдің дамуына елеулі үлес қосқан қайраткерлер, тұлғалар жөнінде танымдық деректер материалдар жинақталған болады. Жинақтың жеке тарауында облыстық аграрлық өңірден аграрлық индустриялық аймаққа айналуы сөз болады. Өткен тарихты ұмытпай, елге еңбегі сіңген жерлестер құрметіне мемориалдық ескерткіштер орнаттып, ата-баба рухын асқақтатты. Олардың артында қалған мол рухани мұраны жаңғыртты. Сіздер бұл жинақталған кітаптан қазіргі өнер, мәдениет, спорт салаларында айтулы табыстарға қол жеткізген әлем жұртшылығын мойындатқан жасампаз жерлесіміз тарихымен таныса аласыздар. Бұл кітап аймақ тарихын жаңаша отансүйгіштік баулитын тағылымды тәрбие құралына айналатынына сенімдімін.